Сөз депутат Толықбай Мақсат Мәлікұлына беріледі. Рахмет, құрметті төраға. Қадірлі әріптестер, жаңа конституцияның жобасы халықтың талқысына ұсынылды. Қазір қоғамда өте қызу талқы жүріп жатыр. Кейбір баптарға қатысты сынды айтылуда. Бұл қалыпты әрі қажет процесс. Өйткені ата заң әрқайсымыздың тағдырымызға, болашағымызға тікелей әсер ететін негізгі құжат. Алайда қарап отырсақ, әңгіменің барлығы айналып келіп өз бір-екі тармақтың төңірегінде ғана. Ал шын мәнінде бұл жаңа конституция 320 тармақтан тұрады. 95 баптан тұратын өте үлкен ауқымды құжат. Комиссияның мүшесі ретінде айтайын, үлкен жұмыс атқарылды. Реформа жөніндегі комиссияның мүшелері кімдер, олардың біліктілігі қандай деген пікірлер де аз айтылған жоқ. Енді салыстырмалы түрде қарасақ, қазір біздің қолданыстағы ата заң 95 жыл жазылған. 12 адам жазып шыққан. Оның 9 енді Қазақстан азаматы да Байсим Ким Котов бастаған. Қалған 3 сарапшыны шетелден шақырғанбыз. Ал оның қасында бұл жолы конституция жобасын 130-дан астам адам өз азаматтарымыз әзірледі. Осы мәжілісте талай әріптестеріміз айтқан, әсіресе мына Аманат партиясынан берілген біраз ұсыныстар жобада қолдау тапты, айта кету керек. Мәтіннің тілінде жөнге келтіріп алдық. Қазір қолданыстағы конституцияның қазақша мәтінде бірізділік жоқ. Баптары шұбалаңқы, күрделі, қарапайым адам түгілі заңгерлердің өзі әрең түсінетін. Жаңа ата заңның қазақ тіліндегі нұсқасы толықтай қайта жазылды. Ең бастысы біз бұл ата заңда тарихы бар ел екенімізді шегелеп тұрып көрсеттік. Қазіргі конституцияда тарих туралы бір ауыз сөз жоқ. Қоғамда көтерілген кейбір мәселелерге де тоқтала кеткім келеді. Соңғы кезде жекелеген аумақтарда конституциялық мәртебе беріледі деген тақырып ақпараттық манипуляцияға айналып кетті. Қайдалап айтам, жаңа ата заңның кіріспесінде де, екінші бабында да Қазақстанның аумағы мен шекарасын тұтастығы өзгермейтіні тайға таңба басқандай жазылған. Яғни, елдің аумақтық тұтастығы ешқашан мәселе ретінде талқыланбайды деген сөз. Сондай-ақ бәз біреулер айтқандай, президентке қосымша артық өкілет берілетіндей жаңа норма қосылған жоқ. Президент 7 жылға бір рет сайланады, жақын туыстары саяси және басқару лауазымдарын атқара алмайды. Бұрынғы норма өзгеріссіз қалды. Бір нәрсе айқын, адам өмірден асқан құндылық бар ма? Адамның құқығы мен бостандығы бұл біздің басты құндылығымыз. Преамбулада бұл қағида бірінші рет мемлекеттің басымдығы ретінде көрсетілді. Тіпті енді кез келген адам ұсталған сәттен бастап, оның өз құқығы оған түсіндірілуі тиіс, және сол мезеттен бастап адвокат көмегін пайдалануға мемлекет кепілдік береді. Адвокатураның мәртебесі ата заң деңгейінде бекітілді. Білім мен ғылым және инновация мемлекеттің стратегиялық бағыты деп танылды. Енді білім мен ғылымнан қаржы үнемдеу конституцияға қарсы шыққанмен тең. Жаңа конституцияда дін мен мемлекеттің аражығы нақты ажыратылды. Бұл дінге деген қысым емес, керісінше барлық конвенцияға тең көзқарастың құқықтық кепілі. Одан кейін цифрлық қауіпсіздік мәселесінде де алғаш рет конституциялық деңгейде мән берілді. Бүгінде интернет алаяқтықтан зардап шегіп жатқан азаматтарымыз өте көп. Цифрлық деректер біздің ол жеке мүлкіміз, ол қорғалу керек. 95 жылғы ата заңды қарап отырсаңыздар, цифрлық қауіпсіздік деген бірде-бір тіркес жоқ. Жаңа редакцияда азаматтардың цифрлық кеңістіктегі жеке өмірін қорғау туралы бап алғаш рет ата заңда көрініс тапты. Неке ұғымы да нақты айқындалды. Ол ер мен әйелдің арасындағы одақ деп белгіленді. Бір жынысты некені мемлекет мойындамайды. Сондай-ақ, коммерциялық емес ұйымдардың қаржысы ашық болуы тиіс. Шетелдік қаржы көзінен алынған қаражат туралы ақпаратты жария ету міндеттеледі. 6 бап 5 тармақта көрсетілді. Халықтық кеңеске қатысты да алып қашпа әңгіме көп. Сонда баламалы екі парламент бола ма, ассамблея үшін қосымша орган ашып жатыр ма дегенде. Ол парламентке балама емес, бәсекелес органда емес. Халықтық кеңес ұсыныстарды жүйелейді, құрылтайға заң жобаларын ұсына алады, референдум бастамасын көтере алады. Болды. Түпкілікті шешімді қабылдайтын ол құрылтай. Саяси жауапкершілікті өз мойнына алатын ол да құрылтай болады. Болашақ парламенттегі депутаттардың санына да қатысты әртүрлі пікір бар. Дегенмен жұмыс тобының 145 депутат болу қажет деген шешімі бүгінгі саяси ахуалға да, қоғамның сұранысына да сай деп есептейміз. Мәселен, конституциялық құрылымы, жер көлемі, халық саны әлдеқайда бізден кіші Европалық мемлекеттердің көбінде депутаттар саны едәуір көп. Мысалы, 10 миллион халқы бар Португалияда 230 депутат, Швецияда 349 депутат,
Небәрі 3 миллион тұрғыны бар Литвада 140 депутат. Европада депутаттар саны шамамен әрбір 25 мың адамға бір депутаттан деп есептейді. Сондықтан Қазақстанның болашақ құрылтайы европалық стандарттармен салыстырғанда 5 есе аз ықшамдалған парламент болады. Енді қорыта айтқанда, Әлихан Бөкейхановтың сөзі бар, адам заң үшін тумайды, заң адам пайдасы үшін жазылады деген. Қысқасы біз жаңа мемлекет ойлап тапқан жоқпыз. Бұрыннан барды, жаңа мазмұнмен нығайтып жатырмыз. Бүгінгі жағдайымызға, бекіген мемлекетімізге сай жаңғырттық. Ең бастысы, бұл ата заңда біз мыңжылдық тарихымызды нақты айқындадық. Германияда десе тәртіп пен тәрбиені айтамыз. Жапонияда ешкім мәдениетті болып тумайды ғой. ақш-қа барасаңыздар, бір америкалық арман дейтін өздерінің бір күшті идеологиясы бар. Біз енді мына әділет Қазақстан дейтін ұғымды преамбулаға, заңға енгізіп жатырмыз. Сондықтан бұл әділет Қазақстан идеясы құр ұранға айналдырмай, болашақта осыны үлкен бір идеологияға айналдыруымыз қажет деп есептеймін. Өйткені әділет деген сөздің ішінде көп нәрсені кіргізуге болады. Ал әділдік жоқ жерде біз айтып жатқан ешқандай құндылық сақталмайды. Рахмет. Сөйлеймін деген депутаттардың барлығына сөз берілді. Депутат Егізбаев Серік Рахметоллаұлы сөз сұрап отыр. Төраға рұқсат сұраймын. Мен мына осы талқыланып жатқан күрделі тақырыпқа байланысты әріптестеріме бір ұсыныс айтуға рұқсат сұраймын. Құрметті қадірменді әріптестер, біз барлығымыз ортақ мемлекеттік мүдде айналасында топтасуымыз керек. Әйткені референдумнан кейін бізді ауқымды жұмыс күтіп тұр. Оңдаған кодекстер мен жүздеген заңдарға жаңа конституцияның рухына сай қайта қабылдауымыз қажет. Құрметті әріптестер, егер біз референдумнан кейін әрқайсымыз өз партиялық мүддемізді алға тартып, заң жобаларын талқылауды ұзақ сонарға салсақ, онда халық күтіп отырған реформалар күдіріп қалу мүмкін. Сондықтан фракция аралық бірлескен жұмыс тобын құруды ұсынамын. Бұл бізге не береді? Ең алдымен уақытты ұтымды пайдалану. Референдум аяқталған сәтте біз уақыт оздырмай бірден іске кірісуіміз керек. Халық реформасының нәтижесін қағазда емес, нақты өмірде жедел сезіну тиіс. Екіншіден, бұл нағыз саяси мәміле алаңы. Әр партияның көзқарасы әртүрлі болғанымен мақсатымыз ортақ. Біз заң жобаларын мәжіліс мінберіне шығарар алдында осы топта жан-жақты талқылап, ұлттық мүддеге сай бірлескен шешім шығара аламыз. Осылайша заңдарымыз сапалы, әрі ортақ ісіміздің нәтижесі болуы тиіс. Сондықтан мен барлық фракция жетекшілерін, әріптестерімді осы жұмыс тобына қосылуға шақырамын. Біздің бүгінгі бірлескен еңбегіміз ертеңгі әділетті Қазақстанның кепілі. Бұл бастаманы қолдайтындарыңызға сенімдімін. Назарларыңызға рахмет. Қолдауларыңызды сұраймын. Құрметті әріптестер, сонымен сөз сөйлеймін дейтін біздің депутаттарымыз бәрі өз пікірлерін білдірді. Шынында да қазіргі уақытта